Асыл дінімізде қалыптасқан әдептердің бірі ол былай әдептіліктің ішіндегі ең әдептердің, ең мәдениеттіліктің көрінісі ол былай әдемі киініп, галстук тағып алып жүру емес, ол амандасу. Амандасқан кезде біз қалай істейміз? Амандасқан кезде бұрынғы ата-бабаларымыздың қазақтың заңы бойынша біз үлкен кісіге бірінші сәлем береміз. Ассаламу алейкум деп қос қолдап сәлем береміз. Я болмаса қолымызды көкірегімізге қоямыз да иіліп сәлем береміз. Ассаламу алейкум деп. Осы біздің қазақ халқында бұрыннан қалыптасқан ғадет, дәстүр. Түсіндіңіз бе? Бірақ өкінішке орай қазіргі кезде олай болмай тұр да. Біз қазір құшақтасып амандасамыз. Енді еркек пен еркектің құшақтасқан ол жарасымды. Бірақ біз не істейміз? Біз біреудің әйелін құшақтаймыз. Досыңның әйелі болса құшақтаймыз да, оның бетінен сүйеміз. Сосын келіп оған неше түрлі комплимент айтамыз. Ой, қандай сұлу болып кеткенсің, мынау үстіңдегі көйлегің қандай жарасады, басыңдағы прическаң қандай әдемі деп біреудің әйеліне комплимент айтамыз. Бұл өкінішке орай біздің қазақтың дәстүріне қайшы нәрсе. Осыны істемеу керек. Сол себептен біз амандасқан кезде қос қолдап амандасатын кезде үлкен кісілермен, жай құрдастармен амандасқан кезде бір қолмен амандас, бірақ амандасқан кезде көзбен көз түйісу керек. Көзбен көз түйісетін болса дейді, екі ренжіскен кісі біріне бірі жібейді дейді. Сол себептен осыған қатты мән беріңіз. Бұны айтып жатқан себебіміз біздің елбасымыз, патшамыз, президентіміз қоғамдағы қарым-қатынас мәдениетіне назар аударып, адамдар арасындағы әдеп пен өзара сыйластықтың өте маңызды екенін атап өтті дейді. Осыған біз мұсылмандар ең бірінші болып мән беруге тиістіміз. Алла разы болсын. Ва ахиру дағвана анил хамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар.